құрметті оқушылар. Мен Саяқ кентінің нөмір 6 жалпы білім беретін мектебінің биология пәні мұғалімі Рашитова Саяжан Әділбекқызы боламын. Бүгінгі сіздермен өтетін тақырыбымыз өсімдіктер бөлімдеріндегі ерекшелік белгілерін анықтау. Балдырлар, мүк тәрізділер, қырық жапырақ тәрізділер, ашық тұқымдылар және жабық тұқымдылар. Біздің сабақтың мақсаты өсімдік бөлімдері өкілдерінің негізгі белгілерін анықтау. Сонымен қатар, берілген өсімдіктердің негізгі белгілерін ажырату болып табылады. Бағалау критерийлері: балдыр, мүк, қырық жапырақ және ашық тұқымды, жабық тұқымды өсімдіктердің негізгі белгілерін анықтайды, берілген өсімдіктердің негізгі белгілерін ажыратады. Жалпы өсімдіктер дүниесі екі топқа жіктеледі: төменгі сатыдағы өсімдіктер және жоғарғы сатыдағы өсімдіктер. Төменгі сатыдағы өсімдіктерге біз балдырларды жатқызамыз. Не себептен? Себебі балдырлардың денесі ұлпалар мен мүшелерге бөлінбеген. Ал жоғарғы сатыдағы өсімдіктерді біз екі топқа жіктейміз: споралы және тұқымды. Споралы жоғарғы сатыдағы өсімдіктерге мүк тәріздестер, плаун тәріздестер, қырық буын тәріздестер және қырық жапырақ тәріздестер жатады. Ал тұқымды жоғары сатыдағы өсімдіктерге ашық тұқымды және жабық тұқымды өсімдіктер кіреді. Қысқаша видео тамашалайық. Өсімдіктердің бір-бірінен айырмашылығы. Өсімдіктер патшалығына біздің жер шарымызда өсетін барлық өсімдіктер топтастырылған. Оларды құрылымына қарай екі үлкен топқа бөледі. Төменгі сатыдағы өсімдіктердің денесі мүк немесе таллом, грек тілінен аударғанда таллас. Жасыл бұтақ, бір жасушадан да тұруы мүмкін. Бұл өсімдіктердің тамыры, сабағы, жапырағы болмайды. Төменгі сатыдағы өсімдіктердің құрылымы өте қарапайым болады. Сондықтан оларды қарапайым өсімдіктер деп атайды. Жоғары сатыдағы өсімдіктердің көпшілігінің барлық мүшелері, тамыры, сабағы, жапырағы, гүлі, тұқымы, жемісі айқын көрінеді. Жоғары сатыдағы өсімдіктердің барлығын тұқымдық және споралы деп екі топқа бөлуге болады. Тұқымдық жоғары сатыдағы өсімдіктердің гүлдерінен тұқымды жемістер пайда болады, ал споралы өсімдіктердің гүлі болмайды. Бұл өсімдіктерде жаңа өсімдік өсіп шығатын споралар түзіледі. Оларға мүктер, қырық буындар, қырық жапырақтар жатады. Жалпы бірінші топ бізде бірінші өсімдіктердің дүниесінің бөлімі ол балдырлар. Балдырлар жалпы теңіз, көл, өзендерде, тоқтау суларда да өседі. Балдырлардың жасушалық құрылымы болмайды. Бір жасушалы, колониялы, көп жасушалы түрлері бар. Көп жасушалы өкілдерінің денесін таллом деп атайды. Жасушасы негізінен бір ядролы. Цитоплазмасында митохондрия, диктиосома, рибосома, хроматофора сияқты органоидтары және вакуолі болады. Жасушасында балдырларға түс беріп тұратын хроматофораларының саны әртүрлі болады. Олардың пішіндері тақта, астау, білезік, дән, лента, жұлдыз тәрізді болып келеді. Балдырдың көпшілігінің хлорофилі болғандықтан көмірқышқыл газын сіңіріп фотосинтез процесіне қатысады. Балдыр жан жануардың мекені, тіршіліктің көзі. Балдырдың қалдығы балшыққа емдік қасиет береді. Қызыл балдырдан өндірілетін агар тамақ өнеркәсібінде пайдаланылады. Оларды мата бұйымдарының және қағаздың құрамына беріктік беру үшін қосады. Қоңыр балдардан алынатын альгин мата тоқуда желім есебінде жасанды талшықты пластмасса өндіруде және табиғи тыңайтқыш малға жем ретінде пайдаланылады. Сондай-ақ күлінен калий, натрий тұздары, йод өндіріледі.
Шығыс Азия елдерінде ламинария қоңыр балдыры теңіз орам жапырағы деген атпен, ал жасыл балдыр ульва теңіз салаты деген атпен тамаққа пайдаланылады. Балдырды зоб, атеросклероз ауруларын емдеу үшін медицинада қолданады. Міне мына суретте балалар бізге жасыл балдырлардың бірнеше өкілдері, яғни клотофора, ульва және каулерпа берілген екен. Келесі өсімдіктердің бөлімі бұл бізде мүк тәрізділер. Мүк тәріздестер түрлерінің саны жағынан гүлді өсімдіктерден кейінгі екінші орында. Мүктер жер бетінің барлық жерлерінде кездеседі. Әсіресе ылғалы мол жерлерде бітік өседі. Мүктерді зерттейтін ғылымды бриология, грекше брион мүк, логос ғылым дейді. Мүк тәріздестер аласа болып өсетін көп жылдық, сирек жағдайда бір жылдық өсімдіктер. Денесі жапырақ пен сабаққа бөлінбейтін, тақташа тәрізді қарапайым құрылысты мүктер де бар. Бір қатар мүктердің өсімді мүшесі тармақталып, жерге төселіп өседі. Басым көпшілігінің сабағы мен жапырағы болады. Оларда тамыр болмайды. Тамырдың қызметтерін ризоидтары, грекше риза тамыр, эйдос түрі атқарады. Ризоид бірнеше жасушалардан тұратын жіңішке жіп тәрізді сыртқы қабықтың өсіндісі. Ризоид арқылы өсімдік топырақтан суды және онда еріген минералды заттарды бойына сіңіреді. Мүк сабағының сыртын бір немесе бірнеше қатар жасушалардан тұратын қабықша жауып тұрады. Бұл жасушалардың хлорофильдері болмайды. Қабықшаның астындағы жасушалары хлоропласттарға толы, жақсы жетілген фотосинтездеуші ұлпа орналасады. Өткізгіш, тірек, қор жинаушы және жабын ұлпалары нашар жетілген. Су мен минерал заттардың сабақ бойымен тасымалдануы өткізгіш ұлпалардың қатысуымен жүзеге асады. Мүктердің аса кең тараған өкілдері жасыл мүк пен шымтезек мүгі. Мына суреттен көріп отырғандайыңыздай, көкек зығырының сабақ, жапырақ, қауашақ және ризоид орналасуын көре аламыз. Бұл суретте келесі оқушылар бізде көкек мүгі және шымтезек мүгі, яғни мүк тәріздестердің кейбір өкілдерінің суреті берілген екен. Келесі өсімдіктердің бөлімі бұл бізде қырық жапырақ тәріздестер. Бұл өсімдіктер жоғары сатыдағы споралы өсімдіктердің ең ерте пайда болған тобы. Тропикте ағаш, лиана түрінде өседі. Суда өсетіндері де бар. Ерекшеліктері сабағы, тамыр сабағы, жапырақтары су және минералды қоректі заттарды тасымалдайтын өткізгіш жүйесі бар. Қырық жапырақтардың қауырсын тәрізді ірі жапырақтары ваялар. Жапырақтың астыңғы жағында спорангийлер орналасады. Топтасып жинақталған спорангийлер сорус деп аталады. Олардың кең тараған өкілдерінің бірі усасыр қырық жапырағы. Ол ылғалды көлеңкелі жерлерде өсетін тамыр сабақты өсімдік. Қырық жапырақтылардың жапырақтары екі түрлі қызмет атқарады. Фотосинтез үдерісінде ағзалық зат түзіледі, споралар түзіліп, көбеюге қатысады. Қырық жапырақ тәріздестердің сәндік өсімдік ретінде өсімдік жайдада өсіреді. Ағаш тәрізді жойылып кеткен қырық жапырақтар тас көмірдің түзілуінде орасан зор рөл атқарады. Мына суреттен біз топтасып жинақталған спорангийлер сорусты және де осы қырық жапырақ тәріздестердің жапырақтары ваяларды көре аламыз. Келесі бізде өсімдіктердің бөлімі ашық тұқымды өсімдіктер. Бұл өсімдіктер тұқымнан көбейеді. Бұл ашық тұқымдылардың споралы өсімдіктердің негізгі ерекшелігі болып табылады. Ашық тұқымдылар бөліміне жататын өсімдіктердің барлығы сүректі өсімдіктер. Ашық тұқымдылардың бөлімінде шөптесін өсімдіктер болмайды. Ашық тұқымдылардың басым бөлігі мәңгі жасыл түсті болады. Кейбір түрлері, мысалы балқарағай, жылда күзде сарғайып қылқандарын түсіреді. Сөйтіп ағаш қыста қылқан жапырақтарынан айырылып, сыйдырып тұрады. Ашық тұқымды өсімдіктердің гүлі жоқ, сондықтан жеміс түзбейді. Бұтағында орналасқан бір олардың көбею мүшесі. Бұл бөлімдегі ең көп таралған қылқан жапырақты өсімдіктер қарағай, шырша, самырсың, арша. Келесі суретте біз олардың кейбір өкілдерін көрудеміз. Жақсы, және де біздің бүгінгі соңғы бөлімі өсімдіктердің, ол бізде жабық тұқымды өсімдіктер. Бұл өсімдіктерді кейде гүлді өсімдіктер деп атайды.
Бұл жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің өлімі болып табылады. Басқа өсімдіктерден ерекшелігі гүлі жемісі болады, гүлінде аналығы болады, тұқым бүршігі жатын ішіне жетіледі. Гүлді өсімдіктер барлық құрлықта өседі. Суда кездесетін түрлері де бар. Олардың жалпы морфологиялық, анатомиялық, эмбриологиялық белгілері ұқсас болғанымен, өсімдіктердің тіршілік ортасының жағдайларына бейімделуіне байланысты кейбір мүшелері өзгеріп, тіпті жойылып кеткендері бар. Гүлді өсімдіктердің жер шарына кең таралуына олардың құрғақшылыққа төзімді вегетативті мүшелерінің болуы, қолайсыз климаттық жағдайда өсуге бейімділігі, негізінен жәндіктер арқылы тозаңдануы, тұқымдар мен жемістерінің жануарлар арқылы таралуы себепші болған. Гүл тек жабық тұқымды өсімдіктерге ғана түзілген. Аталықтар мен аналықтар осы гүлде жетіледі. Мына суреттен біз осы гүлді өсімдіктердің кейбір өкілдерін көре аламыз. Бұл бізде бақбақ, алма, қызанақ және қастамақ. Бұл суреттен біз гүлдің құрылысын көре аламыз. Яғни гүл бізде әрине де гүлдің сағанынан, табанынан, жапырақшалардан, тостағанша гүлде жапырақшалардан, аталығынан және аналығынан түзіледі екен. Ендеше балалар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма: жоғарғы және төменгі сатыдағы өсімдіктердің ерекшелігін анықтаңыз. Бізде төменде жоғарғы және төменгі сатыдағы өсімдіктердің ерекше белгілері берілген екен. Осы терминдерге анықтама беріп көрейік. Оқушылар анықтама беріп болғаннан кейін дұрыс жауабын ашып, оқушылармен бірге дұрыс жауабын тексеретін боламыз. Келесі тапсырмамыз біздің WordWall платформасында болады. Суреттің астында берілген сілтеме бойынша WordWall платформасына өтеміз. WordWall платформасына өткеннен кейін ойынымызды бастаймыз. Бұл жерде бізде гүлдің құрылысы берілген екен. Біз гүлдің мүшелерін гүлдегі суретпен сәйкестендіруіміз керек. Мысалы, мына жерде сәйкестендіріп көрейік. Балалар, міне сәйкестендіріп болдық. Жауабымызды тексерейік. Ол үшін Submit Answers дегенді басамыз. Сол кезде бізде жауабы шығады екен. Жақсы, осымен ойынымыз аяқталды. Келесі тапсырмаға өтейік. Жақсы балалар, келесі сайтымызға өтейік. Келесі екінші тапсырмамыз. Бұл бізде ашық және жабық тұқымды өсімдіктердің ерекшелігін сипаттаңыз. Яғни бұл жерде бізде кесте берілген. Кілт сөздердің көмегімен біз өсімдіктерді екі бөлімге жіктейміз: ашық тұқымдылар және жабық тұқымдылар деп. Және де келесі слайдтың көмегімен біз өзіміздің жауабымызды тексереміз. Дұрыс жауап бердік пе, бұрыс па, соны тексеретін боламыз. Екінші тапсырмамызды орындап бітсек, келесі кезекті сабақты бекітуге арнасақ. Сабақты бекіту үшін learningapps.org сайтын пайдаланып, біз бекіту тапсырмасын шындық немесе жалған тапсырмасын орындайтын боламыз.
Келесі суреттің астында берілген сілтеме бойынша өтеміз. Төмендегі сілтемемен өткеннен кейін біздің алдымызда осындай ұяшық ашылады. Яғни экран екі бөлікке бөлінген: шындық, жалған. Бізде тұжырымдамалар шығады, сол тұжырымдамаларды екі топқа жіктейтін боламыз: жалған және шындық. Барлық қырықжапырақ тәрізділер көп жолдық шөптесін өсімдіктер. Бұл бізде дұрыс, ашық тұқымдылар спор арқылы көбейеді. Жалған, неге? Себебі олар тұқым арқылы көбейеді. Бөктерде тамырдың қызметін ризоидтар атқарады. Шындық, емен қарағаш ашық тұқымдыларға жатады. Бұл бізде жалған. Бөктер зерттейтін ғылым реология деп аталады. Буындар және қырықжапырақ тәрізділер төменгі сатыдағы споралы өсімдіктер. Қате, неге? Өйткені олар жоғары сатыда. Шырша, емен, самырсын ашық тұқымдыларға жатады. Бөктер құрғақ жерлерде тіршілік етеді дейді. Бұл бізде жалған. Шымтезек мүгінің латынша атауы спагнум деп аталады. Жабық тұқымдылар және бұл бізде шындыққа жатады. Сонымен жауабымызды тексереміз. Жарайсың, тапсырманы дұрыс орындадың дейді. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет.